Саламатсыздар ма? Біз бүгін ИП-ның деректерін Каспий KZ приложениесі бойынша өзгертуді үйренетін боламыз. ИП ашылғаннан кейін Каспий приложениені ашып аламыз. Осы кезде госуслуги деген бөлімге кіреміз. Яғни сіздерде ИП уже ашылған және де сізге қандай да бір ИП-ның дерегін өзгерту керек болсын, сол кезде осылай жасасаңыздар болады. Каспий KZ приложениесіне кіресіз, госуслуги, штрафы и налоги бөліміне кіресіз. Сәйкесінше мына жерде изменить реквизиты ИП деген бар. Осыны таңдаймыз. Құпия парольді теріп, одан кейін өзгертетін боламыз. Осы бетте сіздің уже данныйларыңыз шығады. Сіздің ИП-ңыз және оны өзгерту мүмкіндіктері пайда болады. Осы кезде бізге қазір мысалы біздің жағдайда бізге OCAT, яғни кәсіп түрін өзгерту керек болсын. OCAT дегеніміз мына жазылып тұр, OCAT деп. OCAT бұл общая классификация экономические деятельности деп ұзартылған түрі осылай. OCAT деп қысқаша айтылады. Қазақша кәсіп түрі деп қабылдасаңыздар болады. Біздің жағдайда OCAT мына жазылып тұр 960-90, бізге өзгерту керек. Яғни сіздің ИП-ға егерде OCAT-ті өзгерту керек болса, алдымен қандай OCAT сізге сіздің кәсібіңізге, немесе оның ішінде кәсіптің ішінде товар, немесе қызмет болып бөлінеді. Сол сияқты өзіңіздің OCAT-іңізді біліп тұруыңыз қажет. Әрине, әр кәсіпкер өзінің қызметін немесе сататын товарын біледі деп ойлаймын, қызметін немесе көрсететін қызметін или сататын товарын біледі деп ойлаймын. Ал біздің жағдайда біз ауыстырамыз. Изменить. Бізде предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки деп тұр екен. Ал бізге қажет. Қазір мен таңдайтын боламын. Осы жерде поисқа жазып іздесеңіздер болады. Біздің жағдайда 47-999 деген OCAT түрі керек. Яғни бұл бізде прочая розничная торговля вне магазинов деген керек. Осы жерде тағы айта кететін нәрсе, сіздер мына поисқа жазғанда кәсіптің 5 таңбалы цифрын жазсаңыздар болады, немесе бағанағыдай кәсіптің атауын жазсаңыздар болады. Прочая розничная торговля деп жазсаңыздар болады. Прочая розничная. Егер цифрлық түрін білмесеңіздер, осылай жазсаңыздар да болады. Прочая розничная торговля. Шықты, көрдіңіздер ма? Прочая розничная торговля вне магазинов. То есть вне магазинов. Шықты, осылай істесеңіздер болады. Егерде сіздер может цифрлық атауын білмеулеріңіз мүмкін, то есть кодын білмей қалсаңыздар, осылай атауын жаза берсеңіздер болады. Яғни маған мысалы цифрлық атауын жазған, то есть кодын жазған ыңғайлырақ. Сол себепті міне өзі бірінші болып шықты. Прочая розничная торговля вне магазинов. Міне таңдаттым. Енді выбрать деп оны белгілеймін. Осы кезде бізде основной вид деятельности өзгерді. Мына қараңыздар.
прочая розничная торговля вне магазинов деп өзгерді. Енді подтверждать етеміз, яғни изменить реквизиты ИП деп уже жағы қолымызды қоямыз. Вы не указали налоговый орган дейді. Так. Бұл жерде тағы да айтады, дополнительный вид деятельности, яғни кәсіпкер 5 окетқа дейін, яғни 5 кәсіп түріне дейін таңдауға мүмкіндігі бар. Сол үшін өзіңіз қандай шын мәнінде, қандай жағы кәсіппен айналысасыз, сіз біртіндеп қоса берсеңіз болады. Добавить вид деятельности деп осылай осы жерден қоса берсеңіз деп болады. Бұл жерде бірінші основной вид деятельности болады, қалғандары уже 4-еуі қосымша кетеді. Солай. Яғни сіз бір кәсіп түрімен айналысып отырып, 4 қосымша кәсіпті жүргізе аласыз. Ол жерде ескере кететін жағдай ИП-ның режимдеріне сақ болған дұрыс. Өйткені кейбір кәсіп түрлері сіздің ИП-ның режимдарына сәйкес емес болып қалуы мүмкін. Сол үшін осы жерде ғана абайлау керек. Енді так. Бізге мына изменить реквизиты ИП деп қол қояйық десек, бізге айтыптар, вы не указали налоговый орган дейді. Әдетте ИП-ның реквизиттарын, қандай да бір реквизиттарын, данныйларын деп берейінші, ИП-ның данныйларын өзгертетін кезде міндетті түрде бастапқыдан бастап, ол мейлі қандай данныйын өзгертсек те, бізге бастапқыда жағы нені толтыру керек болады. ИП қай жерде орналасқан? Сол адресті обязательно сұрайды. Сол үшін мына жерде данные вашего ИП деп тұр ғой, сол кезде изменить дегенді басасыздар. И уже қарасаңыздар, мән беріп, мына жерде барлық данный толтырылып тұр, бірақ адрес деятельности дегенде город или область деп бізге сұрап тұр. И налоговый органның адресін сұрап тұр. Көрдіңіздер ма? Толмаған. Сол үшін қайтадан өздеріңізге егерде сізде барлығы дұрыс адрестен тек қана окет немесе басқа да данный ауыстыру керек болса, онда город и областьқа өздеріңіз бұрынғыша жағы қала немесе облыс атауларын енгізесіздер. То есть поисктан одан кейін налоговый органды да таңдайсыздар. Бұрынғыша қала берсін десеңіз. Ал егерде тоже осы данныйларға да өзгеріс енгізу керек болса, яғни ИП-ның адресінде немесе өзіңіздің бана фактически адресіңізде өзгертетін болсаңыз, онда осы жерге кіріп өзгерте берсеңіздер болады. Міне мен сәйкесінше жаңағы ИП-ның адресін таңдадым. Менде бәрі бұрынғысынша қалу керек болатын. Сол бұрынғы өзім ИП-ның адресін таңдадым. И содан кейін барып бағана подтверждениені бастым астындағы. Потом уже мынандай видеоверификация шықты, яғни сізді түріңізді жағы видеоверификациядан өткізуді сұрады. Өттім, және де міне подпишите документы деп шықты маған. Яғни уведомление об изменении регистрационных данных индивидуального предпринимателя дейді. Осыған қол қойыңыз деп тұр. Енді осыған қол қоясыздар. Подписать документы. Өте қарапайым және аз уақыт ішінде жүзеге асырылады. Қарап тұрғандарыңыздай. Міне, реквизиты уже өзгерді деп бізге уже жағы шықты. Өте қарапайым екен. Кішкене ноутбукта істеген басқаша және басқа сайттар арқылы жүзеге асырылады, және ол бірден бағана налоговыйдың базасында көрінбейді. Сол үшін ең қарапайым, ең тиімді жолы осы Каспи приложение арқылы ИП-ларыңыздың данныйларын өзгертсеңіздер болады, және өте тиімді екен. Рахмет көңіл қойып тыңдағандарыңызға. Өте пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын.